Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, қалайсыздар, не істеп жатырсыздар? Біз эфир жаққа қарай келдік. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. 14:30-да біздің эфирді көріңіздер. Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен сіздерге мына сұраққа жауап бергім келеді. Көп адамнан келеді. Неге біз үйленгеннен кейін әйелім өзгеріп кетті, немесе күйеуім өзгеріп кетті деген сұраққа жауап бергім келеді. Оны келесі стористе айтатын боламын. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн болсын деймін барлықтарыңызға. Бүгін Алматыда жаңбырлы, енді көктем келді, 2 күннің бірі жаңбырлы болатын шығар енді. Солай бүгін эфирге келіп қалдық. 14:30-да Евразия каналын жібермей қараңыздар. Баж қыздар, үміткер жоқ менде. Үміткер жоғына біраз уақыт болды, Күтем қыздар, үміткер болып келіңіздер маған. Егер же менің қырларым сізге ұнайтын бір қасиет көріп қалсаңыздар, сіздерді күтем, тағы да күтем. Ал достар, ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін что-то андай погодаға байланысты ма, көп қатысушылардың да бір аса настроение жоқ болып тұрған сияқты. Осындай кішігірім кофта киіп алдым мен. Қатты бір энергия болмайды үшін. Қалайсыздар өздеріңіз? Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Қайырлы күн болсын бәріңізге. Көңіл күй қалай? Не істеп жатсыздар? Менде бәрі дұрыс, Аллаға шүкір. Эфир жаққа қарай келдім. Ұйқым қанған, бәрі нормально. Алматыда бүгін погода чуть-чуть жаңбыр жауайын деп тұрған, болмаса а так бәрі четко. Сол. Күндеріңіз сәтті өтсін. Мен осы сұраққа негізінен нақты, прям точно жауап берген болатынмын когда-то дегенде әрқашанда жауап беруге дайынмын. Ол қызбен бізде бәрі біткен, так что никогда оның атын ешкім атамаса демей, фан аккаунттар, анау жаңағы бұрын болған фан аккаунттар қайттан видеоларды салып, естеліктерді жіберіп, видео жасап, керек емес өтініш. Бұл ешқандай да, шынымен мен қазір ораза айында ғой, ешқандай да сезім ештеңе жоқ. Так что ол қыздың атын ешқашан атамауларыңызды сұраймын. Тек мен ол қызға бақыт тілеймін болды. Ой, бірінші махаббат деген ол өте қызық болған. Қателеспесем, бірінші класста болды ғой деймін. Бір қызға ғашық болған. Прям үй жақта көршім еді. Әлі күнге дейін анау есімде да, ол қыз қазір қандай болды екен. Әлі күнге дейін жақсы көресің. Қандай болып өсті екен деген сияқты қызық та маған. Не істеп жүр екен деген сияқты. Бірақ атын, түр әлпетін кішкентай кезіндегі бәрі есімде. Қазір мен шешім жасап тұрып жауап берейін. Негізінде қатты қалаймын осы сезон үйленгенде. Мен бұйырғаны болады ғой, бірақ шынымен де достарым үйленген, бауырларымды, жақындарымды көрген кезде бір семейный өмірде қалып кететін бар. Бұйырғаны болар енді. Сондай мен прям ғашық болған қыз келе қалса, үйлене қаламын прям шын.